Сәлем достар, қысқа банкаға жабуға лечо дайындаймыз. Оригинал рецепт, толық құрамын описанияға қалдырамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керек помидорды мясорубкадан өткіземіз. Болгарский перецті 4-6 бөлікке бөліп аламыз. Чеснокты видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Және орташа пучок укропты осылай тураймыз. 200 грамм қант, 200 грамм сұйық май, уксус және дәміне қарай тұз қосамыз. Ыдысымызға помидорды құйып, қайнатамыз. Бұрқылдап қайнап шыққан соң дәміне қарай тұз қосамыз. Мен 2 ас қасық тұз қостым. Артынан сұйық майымызды және туралған болгарский перецімізді қосып, орташа отта 20 минуттай қайнатамыз. Міне осылай суы бетіне шығып қайнаған соң қантты салып араластырамыз. Одан соң чеснокты, укропты және 1 ас қасық уксус салып, ең төменгі отта 40 минут қайнатамыз. Бұл оригинал рецепт. Анам жылдар бойы осы рецептпен дайындайды. Міне біздің лечомыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай және өте дәмді. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, астына комментарияға пікірлеріңіз қалдырыңыздар.